оңтүстіктен қыз ал, бірақ оңтүстікке қыз бермейді. Өйткені ол жерде андай талап күшті. Оңтүстіктен шынымен отбасы құндылықтарға мән беретін адал, керемет азаматтар көп. Бірақ көпшілігінде отбасылық проблемалар бар. Көп отбасыларда оңтүстікте әйелді бір саты төмен көреді, үйдегі статусы сол шай құю, тамақ дайындау, үй жинау көп. Және ондай проблемалар нақты оңтүстікте жиірек кездеседі, иә? Жиірек кездеседі. Оңтүстік, батысты деп айта аламыз. Өйткені қазақи шоғырланған жерлерде өкінішке орай осындай ұстанымдар басым. Балалар үшін бірге тұра берейік, бізде балалар бар ғой, олардың психикасын қайтеміз деген тұжырым осы дұрыс па? Дұрыс емес. Қазір ол бұрынғы уақыттың тренді еді ол. Балдар үшін шыдау, балдар үшін тұру. Қазіргі тренд балдар үшін өзгеру. Қараңыз, ажырасу мен осындай бір қақтығыстың ішінде өмір сүрудегі айырмашылық неде? Ажырасқан кезде балада бір-ақ рет стресс болады. Ажыраспаған кезде күніге стресс болады. Баршаңызға сәлем, Банана Медиа YouTube арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз тек қана қазақстандықтар үшін емес, жалпы әлемдегі адамдар үшін өте маңызды, әрі өзекті мәселені қозғайтын боламыз. Ол отбасы мәселесі. Көп жыл бойы осы салада жұмыс істеп келе жатқан маманды бүгін біз қонаққа шақырдық. Ол Ержан Мырзабаев. Қош келдіңіз. Саламатсыздар, қош көрдік, рахмет. Жалпы өзіңіз туралы ең бірінші айтып кетсеңіз, өзіңізді кім деп санайсыз қазіргі кезде, және өзіңіздің кішкене өмірбаяныңызды айтып кетсеңіз. Менің есімім Ержан Мырзабаев, мен кәсіби отбасылық психологпын. Отбасы психологиясымен 2015 жылдан бері айналысып келе жатырмын. Оған дейін ағылшын тілі мұғалімі болған, мектепте жұмыс істегем. Бірінші мамандығым ағылшын тілі мұғалімі, екінші мамандығым педагогика психология ғылымдардың магистрі. Соның ішінде отбасы психологиясымен өзім айналысып келе жатырмын. Өзім оңтүстіктің тумасымын. Қазіргі Түркістан облысында туып өстім. Одан кейін Шымкентте университет оқыдым, Павлодарда оқыдым. Қазақстанның бір 4-5 түрлі қалаларында жұмыс істедім. Бауырларым бар, анам бар, әкем қайтыс болған, үйленгем, 3 балам бар. Астана қаласында 2018 жылдан бері тұрып келе жатырмыз. Бұлай қысқа айтылатын болса егер. Айт десеңіз айтар едім егер. Кәдімгідей жауабыңыз дайын болғанда айттыңыз ғой. Осы сіздің өмірбаяныңызға тоқталып кетсек, 21 жасыңызда мектепте мұғалім болып жұмыс істедіңіз, ал 27 жасыңызда сол мектептің директоры атандыңыз. Ұстаздық біліміңіз жантанушылық мамандыққа бір сізге пайдасын, әсерін тигізді ме? Мынау жантанушы, қазақша жантанушы психолог мамандығына негізі сол мұғалімдіктен келдім. Өйткені мұғалім болып жұмыс істеп жүрген кезде балалармен айналысып, ата-аналармен сөйлесіп, түрлі тәрбие сағаттар, іс-шаралар ұйымдастырасың. Балдармен өте жақсы қарым-қатынаста болдық, әлі күнге дейін байланыстамыз. Және байқайтыным көп балалардың жүріс-тұрысы, мінез-құлқы, тәрбиесі отбасыға байланысты. Өйткені таңғалатын енді, мысалға бір класс, 20-25 бала бар, бір мұғалім, тәрбиешіміз бар, бір тәрбиеші, бір мұғалім, бірақ 25 баланың әрқайсысы әртүрлі қабылдайды, әртүрлі тыңдайды, әртүрлі қарайды. Мысалы, қарапайым нәрселер ғой, қазақша айтып жатсын, алып істеу керек. Кейбіреулер оңайлықпен істейді, кейбір оңайлықпен істемейді. Кейбір балдарға төбелеспе, бұл дұрыс емес деген кезде, дейді, төбелеспейді. Кейбір балдар бүкіл проблемасын тек қана төбелеспен, агрессиямен шешеді. Қайдан келе жатыр деген бұл ой туындады. Сөйтіп жүріп мен кіммен балалардың үйлеріне баратын мұғалім ретінде, класс жетекші ретінде барып, балдармен танысып, ата-анамен танысып, туып өскен, тұрып атқан ортасын көріп деген сияқты. Сол жерде үйдегі атмосфераны сезетін. Қалай болып жатыр, күйеу мен әйелі бір-бірімен қалай сөйлеседі, жалпы күйеу әйел бар ма, мысалы жалғыз басты аналар көп болатын, әкесі жоқ, ажырасқан отбасылар көп болатын. Бар болатын болса, бір-бірімен қандай қарым-қатынаста, соған сәйкес баланың мектептегі жүріс-тұрысы. Сөйтіп, мынандай бір тұжырымға келдім. Демек, мәселе баланың қаншалықты жақсы мектепте оқығанда емес. Мәселе баланың қандай отбасынан шыққанда. Егер отбасында бала сүйіспеншілік көретін болса, мейірім көретін болса, қолдау көрсететін болса, оған ата-анасы сенетін болса, уақыт бөліп, көңіл бөлетін болса, ол балалардың әрбір ортада, әрбір мектепте үлкен жетістіктерге жете алады. Жалпы өмірде бақытты, емін, еркін түрде өмір сүре алатын көрдім. Сөйтінде отбасы психологиясына қызыға бастадым. Өкінішке орай біздің елімізде отбасы психологын оқытатын мамандық жоқ. Сол үшін барлығы жалпылама психологияны оқиды, немесе балалар психологиясын оқиды. Одан кейін барып арнайы курстар арқылы өзінің бағытын белгілейді.
сол жерде менде педагогика психология мамандығын оқу мүмкіндігі болды. Бір жағынан педагог ретінде балдармен қарым-қатынас, екінші жағынан психология тұрғысынан бала психологиясы, адамның даму психологиясы, отбасы психологиясын оқып зерттеу мүмкіндігі болды. Сөйттім де мен 27 жасымда директор болдым, магистратураны мектепте жұмыс істеп жүріп бітірдім. Сөйтіп мектепте біз ата-аналарға семинар өткізе бастадық. Оқығаннан кейін мен дертім ата-ана ғой, енді ата-ана бала қалай сөйлесу керек, қалай тәрбиелеу керек. Сөйтіп мен айтамын, да ата-аналарды жинайық, 90-да бір рет ата-ана жиналысына келеді, бір шамамен бір 40 минут, бір сағат ертерек келеді, акті залға жиналады, сол кезде біз кішігірім семинарымызды өткіземіз, одан кейін сынып-сыныпқа таралып кететін ата-аналар. Сол жерде қарапайым нәрселер айтқан кезде ата-аналардың қабылдауы, вау, сондай ма, білген жоқпыз, ертерек айтпадыңдар ма деген сияқты кері байланысты бастады. Демек, осы салада үлкен пробел бар екен, үлкен қажеттілік туындап жатыр екенін түсіндік. Одан кейін 2015 жылы білім саласынан кетіп, жеке отбасы психолог ретінде жұмыс істей бастадым. Ал осы ұстаздан отбасылық жантанушыға көшкен кезде ол қалай болды? Сіз үшін жаңа бір әлем ашылғандай болды ма? Әлде сіз оған байқамай бір сіңісіп кеттіңіз бе? Қаншалықты тез өзіңізді жантанушы ретінде санай бастадыңыз? Менің ойымша, мен мұғалім болып жүрген кезде жантанушы едім. Сол же қатты қиналдым деп айтамын, өйткені мен балалармен жеке-жеке жақсы сөйлесетін. Балдармен тіл табысу, адамдармен тіл табысу. Одан кейін құрбылар, достар, таныстар келіп емін-еркін түрде проблемаларын айтып жататын. Мен даже университетте оқып жүрген кезде, мен филология, ағылшын филология оқимын. Группада, бірақ ол студентпін, 25 қыз, бір потокта 75 қыз болады. Мен жалғыз ұл ретінде оқыдым сол жерде. Сол өзіне қыздар келіп ақылдасатын. Отбасыға байланысты, жігіттеріне байланысты. Жігіттер келетін, сенің группаңда мынандай қыз оқиды, мен үйленейін деп жатып, қалай нормальный қыз ба деп характеристика сұрайтын, танымаймын, білмейтін адамдарға. То есть, как ана бір психолог болу, жантанушы болу, адамдармен сөйлесу, оларды аша алу, түсіне алу, менің ойымша ол бұрыннан бар еді. Сол үшін саланы ауыстырған кезде қатты қиналдым деп айтқан жоқпын. Айта алмаймын. Бір мәселе ғана бар. Бұрын көбінесе балалар ата-аналармен сөйлесетін болсақ, танитын, білетін, араласып жүрген адамдар. Қазір мүлдем танымайтын, білмейтін адамдар, көбінесе ересек адамдар, үлкен кісілер. Сол үшін ол кішкене сол жағынан ғана бір қиындықтар туындады. Бірақ ары қарай жақсы алып кеттім деп ойлаймын. Менде балалармен жұмыс істеу, мектептегі тәжірибе не үшін пайдалы болды? Білесіздер ме, ересек адамдардың проблемасын 90% балалық шақтан келе жатыр. Балалық шағында, өтпелі кезеңде ата-анасы дұрыс қарамады, ұрыс керіс, агрессия, көңіл бөлмеді, детский травмалар, обидалар, реніштер қалып қойды. Соның нәтижесінде есейген кезде сол комплекстер әлі оған кедергі болып жатыр, дұрыс қарым-қатынас құра алмайды. Сол үшін мына жерде мен жаңа ғана балалармен жұмыс істедім, бала психологиясын білемін. Мына жерде балалық шағымен қиналып жатқан адамдар, ересек өмірде соның зардабын шегіп жатқан адамдармен жұмыс істеу маған ыңғайлы болды. Сол үшін мұғалімдік мектеп жалпы өте жақсы бір тәжірибе болды, мен оған ризамын. Дереу университетті бітіріп, психолог болып кетсе, мүмкін осыншалықты бір жетістікке жете алмайтын шығармын. Сіз осы Тимур Балымбетовке берген сұхбатыңызда бізде салалық жантанушылықты дамыту керек деп едіңіз, иә? Мысалға, тек қана бір саланы қарастыратын, ажырасқан отбасылары неке құрған адамдарға бір адам, бір сала болу керек, бір салалық жантанушы, жасөспірім мен ата-ананың арасындағы қарым-қатынасты қарастыратын бір жантанушы болу керек дедіңіз. Ал сізді осы нақты қай сала қызықтырады осы барлығының? Иә, мен ондай нәрсе жасадым, айттым. Өйткені бізде қазір айтып жатырмын ғой бағана. Сіз жалпы психологияны оқисыз, одан кейін өзіңіз сол бағытта бір бағыт таңдап жұмыс істейсіз. Салалық ол жерде жоқ. Жалпы университеттен бастап салалық тұрғыда оқыту керек. Мен қазір өзім отбасылық психологтардың біліктілігін арттыру курстарын беремін. Психологтарға, және оларды отбасылық психологқа переквалификация, қайта оқытудан өткіземін. Солардың өзінде, мысалға, мен ойлаймын, мені жалпылама бір психолог, бүкіл проблемалармен айналысатын бір психолог бар. Бірақ мен айттым, мен жалпы психолог емес, мен тек қана отбасы мәселемен айналысамын. Басқа табыс, бизнес, ақша, установка, ата-анамен қарым-қатынас емес, тек қана отбасы психологиямен айналысамын дедім. Бір бағыттадым. Сөйтіп клиенттер қарайды да, жалпы психолог бар, бәрін білетін, отбасылық психолог бар, нақты бір нәрсені білетін. Ол салаға, ол адамға сенім көбірек болады. Сол ерекшелену, тез ерекшелене алдым. Өзім оқытып жатқан мамандарға айтамын, сіздер отбасылық психологпын деп шектелмеңіздер.
отбасылық психолог соның ішінде мына бағыт деген сияқты. Мен өзім ұнататын, қалайтын, көбірек жұмыс істейтін, айналысатын бағыт бұл күйеу мен әйел арасында қарым-қатынас. Күйеу мен әйел арасында қарым-қатынас, сыйластық, сүйіспеншілік, махаббат, үйдегі атмосфера. Өйткені отбасын құрайтын осы екі тірек. Сіз жаңа басында өмірбаяныңыз туралы айтқан кезде оңтүстіктен деп айттыңыз, иә, өзіңізде? Иә. Сол жерде бір стереотип бар негізі. Оңтүстіктен шығатын отбасылар онша емес, немесе ол жақта бұрын замандағы бір пікірлер қалып қойған деген сияқты. Ол стереотип деп ойлайсыз ба? Ол стереотип деп ойлаймын, бірақ қалай айтсам, стереотип деген сөз, сіз солай ойлайсыз, бірақ солай емес қой. Иә. Бірақ сіз солай, негізі бізде оңтүстікте олай 80-90%. Даже әзілдеп айтады, оңтүстіктен қыз ал, бірақ оңтүстікке қыз бермейді. Өйткені ол жерде талап күшті, көз қарасы мықты. Енді сол жерде туып өскен адам ретінде сен бір қатты айырмашылық байқамайсың. Менің ойымша, менің ой өрісім, көз қарасының өзгеруіне туып өскен ортадан шығуым әсер етті. Соның ішінде жүрген кезде нормально, жүреді деген сияқты қарым-қатынас. Ал шыққаннан кейін, көргеннен кейін, басқа қала, басқа өңір, шет елге барғаннан кейін, кішкене оқығаннан кейін, былай да болуы мүмкін екен ғой, былай болған міндетті емес, мынау негізі, мынау харассмент екен, мынау зорлық-зомбылық екен, мынау абьюз екен деген мысалы жаңа терминдер сөйтіп біле бастадық, айырмашылық сезіне бастадық. Сол үшін ондай стереотип бар, бірақ негізсіз деп айта алмаймын. Оңтүстіктен шынымен отбасы құндылықтарға мән беретін адал, керемет азаматтар көп, бірақ көпшілігінде отбасылық проблемалар бар. Неге отбасылық проблемалар бар? Өйткені күйеу мен әйел арасындағы теңдік түсінігінде қате бар, келіспеушілік бар. Көп жерлерде, көп отбасыларда оңтүстікте әйелді бір саты төмен көреді, үйдегі статусы сол шай құю, тамақ дайындау, үй жинау, бала қарау, қосымша бір қызметші статусында көреді. Сондай отбасыларда проблемалар өте көп. Және ондай проблемалар нақты оңтүстікте жиірек кездеседі, иә? Жиірек кездеседі, иә. Оңтүстік, батысты деп айта аламыз. Өйткені қазақи шоғырланған жерлерде өкінішке орай осындай ұстанымдар басым. Мысалы, сізге осы сеансқа жас отбасылар, жалпы отбасылар келеді, сіз әрдайым оларға белгілі бір ұсыныс жасайсыз, яғни осы мәселені қалай шешуге болатын жолын табуға көмек бересіз. Бірақ сізге келген отбасыға не айтарыңызды білмей, қандай совет дейміз ғой, қандай ұсыныс бере алатыныңызды білмеген кездер болды ма? Вау, қызық сұрақ, ойланып көру керек. Не айтарымды білмейтін ситуациялар болмапты. Қазір есіме түсіп жатқан жоқ, прям бір не деймін, не қылам дейтіндей болмапты. Өйткені әрбір проблеманың шешімі бар на самом деле. Просто адамдар сол шешімді қабылдағысы келеді или келмейді. Мәселе сода. Бірақ әсер ете алмаған адамдар болды ма? Болды. Мысалы проблемасын айтады, мен айтамын, ондай кезде былай істеу керек деймін. Ол тыңдайды, сеанстан тұрады, бірақ мен олай істемеймін дейді. Ондай кезде, окей дейсіз, не істейміз. Менде бір сағат сөйлесу мүмкіндігі бар, барынша сұрақтарына жауап бересің, айтасың, бірақ адамдар кейбір кезде біліп тұрып, дұрыс емес шешімдер қабылдайды. Бұл ажырасуға байланысты болады. Мысалы, күйеуім көзге шөп салды, зорлық-зомбылық көрсетеді, қол көтереді, не істеймін деген кезде әбден сөйлесіп, мәселені жан-жақты зерделеп, негізі сіздің қауіпсіздігіңіз үшін, балалардың психикасының сау болуы үшін күйеуіңізбен ажырассаңыз дұрыс болады деп айтамын. Ажырасуға байланысты кеңес бере аламыз. Ондай кезде ойланады, бірақ мен кейде өздері айтады, кейде мен көріп тұрам, что ажырасу керектігін білсе де ажыраспайды. Сондай сәттер болды. Бірақ не айтарын білмеймін деген нәрсе, ондай момент болмаған сияқты. Сіз осы балалар үшін бірге тұра берейік, бізде балалар бар ғой, олардың психикасын қайтеміз деген тұжырым осы дұрыс па? Дұрыс емес, қазір ол бұрынғы уақыттың тренді еді ол. Балдар үшін шыдау, балдар үшін тұру. Қазіргі тренд балдар үшін өзгеру. Бұл. Шын мәнінде бала маңызды болатын болса, шын мәнінде сен үшін бала маңызды ма? Жоқ, сен жай үшін баланы сылтаулатып жатсың ба? Егер шын мәнінде бала маңызды болатын болса, кітап оқисың, курсқа барасың, психологқа барасың, өз-өзімен жұмыс істейсің, өзіңді өзгертесің. Өзгеріс болған кезде ғана үйдегі қарым-қатынас жақсарады. Өзгеріс болмаса жақсармайды. Сол үшін егер өзгеруге дайын болмасам, баланы өтірік сылтаулатудың керегі жоқ деп ойлаймын.
сол үшін ол дұрыс емес. Неге дұрыс емес? Қараңыз, ажырасу мен осындай бір қақтығыстың ішінде өмір сүрудегі айырмашылық неде? Ажырасқан кезде балада бір-ақ рет стресс болады. Ажыраспаған кезде күніге стресс болады. Сол үшін саналы ата-ана ойлау керек та, или біз нормально тұрайық, тұра алмайды болса ажырасайық. Бала бір рет стресс болады да, и то онда бір 5-ші, 6-ші асқан кезде әкең кім, барма деген кезде, бар, бірақ бірге тұрмайды деп кішкене бір ыңғайсызданып қалады. Одан кейін оны үйреніп қалады, еті сынып кетеді, санасы кетеді. Әкең барма деген кезде, жоқ, ажырасқан дейді да. Қазір жастар сондай, вообще не жоқ, бір комплекс, бір ұялу деген, бір қысылу деген нәрсе жоқ. Ата-анам ажырасқан, мен мамаммен тұрамын, ата-анам ажырасқан, мен папаммен тұрамын деп спокойно айта алады. Сөйтіп ажырасады, то есть бір рет ол травма болуы мүмкін, қалған уақыттарда нормально өмір сүреді. Және ажырасу ата-ана болуға кедергі емес. Біз неге балдар үшін тұруымыз керек? Біз тұрсақ бір-біріміз үшін тұруымыз керек. Ал балалар үшін сен ажырасып та өте жақсы әке бола аласың, ажырасып та өте жақсы ана бола аласың. Пожалуйста, қаласаң бір күн сенде қонсын, бір күн менде қонсын. Пожалуйста, таңертең мектебіне апар, садигінен алып кел, тренировкаларына, жарыстарына қатыс, қасында бол, ата-ана жиналса, оны ешкім шектеу қойған жоқ, кедергі қойған жоқ. Өйткені мүлдем басқа рөл. Ол мүлдем басқа рөл, мынаған қатысы жоқ. Мүмкін ажырасып одан да жақсы әке боласың. Бірге тұрған кезде күніге ұрыс, баланы жаман үлгісін, бірақ ажырастың, ұрыс керіс жоқ, андасына кезігесің, көрсетесің, көмектесесің, қолдайсың, материалдық қолдау көрсетесің, баламен сырласып тұрасың, сөйтесің да нормально өмір сүруге болады. Мен әрине ешқашан ажырасуды қолдамаймын. Бірінші қадам ажырасу болмау керек. Әрбір отбасы, барынша отбасын сақтап қалу керек. Бірақ ешқандай нәрсе көмектеспейтін болса, одан кейін емін еркін түрде осознанно дұрыс ажыраса білу керек. Бірақ ештеңе көмектеспейді деген кезде психологтың консультациясы міндетті түрде болу керек. Психологқа бармай, мен бәрін істедім, адам болмайды. Не істедім? Сөйлестім, ұрыстым, айқайладым, жыладым, төбелестім. Ешқайсы конструктивді нәрсе емес та. Біз қолымыздан келген бәрін істедік. Не болды? Бөлек тұрдық, қосылдық, ажырастық, шетелге бардық, қымбат сыйлық алдық, романтический ужин, бірақ жоқ. Психолог, маман. Сіз бұның бәрін жасаласыз, бірақ проблеманың түбін таба алмайсыз. Сізге проблеманың түбін тауып, міне осыны былай істейсіз, былай шешесіз көрсететін адам керек. Ол да көмектеспесе, одан кейін әрине ажырасу керек. Қазақстандағы отбасылық өмірде жалпы әлі кезге дейін ер адамның орны бөлек. Оны әйел адам тыңдау керек міндетті түрде. Әйел адамы ер адамға қарағанда бір саты төмен болу керек деген әртүрлі. Жаңа біз айтып кеттік қой, оңтүстікте және батыста, жалпы Қазақстанда соңғы кезде жиі кездесетін осындай тұжырымдар бар. Осы көзқарастарға қалай қарайсыз? Жаман қараймын. Бұл трендтер жақын уақытта тоқтайды деп ойламаймын, әлі де айтылып жатады. Өйткені агрессорды ақтайтын адамдар всегда болады. Олардың да ақтау уәждері көбінесе салт дәстүрге байланысты болады. Біз әкесін сыйлаған, ер азаматтың сөзі өткен, әйел бір саты төмен болған, қазір олардың бәрін оқытып, жұмыс еткізіп, басымызға шығартқызып, міне қақтығыс содан келе жатыр деп айтады. Бұл қате түсінік. Қақтығыс всегда адамды мойындамау, қабылдамау, сыйламаудан шығады. Және күйеу мен әйел арасында қарым-қатынастың басқа қарым-қатынастан ерекшелігі бұл теңдік. Екеуі бір-бірінің теңі екенін қабылдау керек. Қазақтарда айтқан ғой, тең теңімен, тезек қабымен деген сөз. Сен теңімен үйленбесең бақытты боламайсың. Сен теңін ретінде көре алмасаң бақытты боламайсың. Теңдік бәрі, даже діни тұрғыдан да мысалға теңдікке қатты қараған. Статусына, діндарлығына, алған тәрбиесіне, тектілігіне бір-біріне сай келетін болсын деп қараған. Демек, сол ой, сол түсінік қалыптаспағанша бұндай ойлар өкінішке орай жалғаса береді. Бірақ жылдан жылға азайып бара жатыр. Ол көбінесе жас үлкен адамдар оны айтады. Мысалға, өткенде бірнеше депутаттар айтып жатыр, ер азаматтар. Тұрмыстық зорлық-зомбылықта әйелді күйеуімен бірге түрмаға отырғызу керек. Өйткені ол провокация жасады, себепші болды. Басқа бір депутат айтады, әйел тілінен тапты, тіліне ие болуды үйрену керек дейді. Басқа бір депутат айтады, қазір біз заңды қабылдап, еркектердің бәрін түрмаға отырғызатын болсақ, еркектер қалмайды, әкенің статусы не болады деп мысалы уайымдап жатыр да. Хотя шешім простой, ол еркектерін бір түрмаға отырғызып жатқан жоқ қой.
біз значит еркектерге ана anger менеджментті үйретуіміз керек, ашуды басқару, эмоцияларды басқаруды үйретуіміз керек, әйелдің психологиясын үйретуіміз керек. То есть проблема еркектің әйелге агрессия көрсетуінде, ашуланып жатып өзін ұстай алмау, басқара алмауда. Соны шешетін болсақ, онда ешкімді тюрьмаға отырғызудың керегі жоқ. Осы отбасылық өмірге байланысты, осы қазіргі заманда Қазақстандағы келін терминінің мағынасы қандай деп ойлайсыз? Келін термині емес, келін статус. Иә, немесе статус. Бұл біздің ұлттық, қалай айтсам, бір құндылығымыз, салтымыз, дәстүріміз, бізге әрбір адамға белгілі бір статус, белгілі бір атау берілген. Соған сәйкес адамдар арасында дереу қарым-қатынас выстраиваться етіледі. Сен ыңғайсыз жағдайға түспейсің, мына мен қалай сөйлесейін, сен дейін ба, сіз дейін ба, не қылайын деп бір дискомфорт болмайды да. Мысалға, келін. Мен келінмін, мынау менің там қайнағам, мынау мен қайнатам. Мен бұларға мынандай болу керек мысалға да. Статус кім, мынау там бөлен. Все понятно, біз қандай қарым-қатынастамыз. Статус кім, там құдағи, түсінікті. Бұл жалпы адамдар арасындағы субординацияны қалыптастырады. Және қазақтарда жеке шекара болмаған деген адамдарға өте керемет бір жауап. Келін болудың өзі бір жеке шекара. Өйткені статус жеке шекарасы бар. Бұл келін, бұл келген адам, қонақ, адамдарға, қоғамға, отбасыға қызмет етеді. Бұны біз сырттан келген қонақ ретінде сыйлауымыз керек, құрметтеуіміз керек. Қайната, бұл бір статус. Сен білесің, оны сіз деп сөйлеу керек, субординация ұстау керек, еркелеп жүре алмайсың, ха-ха-хи-хи деп как попало сөйлесе алмайсың мысалға. Поэтому бұл статустардың барлығы керек. Мысалы біз шетелдік фильмдерге көреміз, спокойно қайнатасына Джон, Майкл, что там, шай ішесің ба деп спокойно айта алады да. Не жоқ бір субординация. Олардың культурасында ол нормальный нәрсе. Бізде қайдасың қайнатана Асқар, шай ішесің ба, кесейші деген сияқты мысалы. Мысалы ата дейтін, атын айта алмайды. Бізде онсыз даже атын атамайды даже мысалы. Менің жеңшем ешқашан маған Ержан деген емес. Өздері бір ат қойып алады, и ол ат сенің статусыңды білдіреді. Статусын білдіргеннен кейін ол белгілі бір субординация, белгілі бір жеке шекаралардың қалыптасуына көмектеседі. Яғни қазіргі жастардың келін деген сөзді естігенде, мысалы, қыздар шошиды, жоқ, мен келін болмаймын, мен әйел болу керекпін деп, мысалы, бізбен жасты қыздар айтады ғой. Ой, әйтеуір тұрмысқа шықсаң міндетті түрде сен әйел емес, тек қана келін болып, тек қана сол отбасыға қызмет ету үшін, құл болу үшін деп, мен сондықтан тұрмысқа шыққым келмейді деп айтатын қыздар бар, мысалы, менің өзім құрбыларым. Бірінші курста айта береді ғой. Яғни осы келін статусының бұрмаланып кетуі, оның негізі келінді тұлға ретінде құрметтеу керек екені, осының бәрі жай ғана ұмытылғаннан кейін, осы проблемалар. Ойласаңшы, мысалы, бір отбасыға келесіз, 10 адам бар да, кімнің кім екені белгісіз. Ол көрші ма, ол туысқан ба, ол жақын ба, ол қонақ па деген сияқты мысалы. Ал осында аттар қойылған кезде, статустар белгіленген кезде, хоп, бұл мына үйдің келіні мысалы. Бұл бір әулетті представлять еткен адам мысалы. Сөйтіп қаралады да. Сол үшін, яғни сен тұрмысқа шыққан кезде сен ең бірінші міндетің әйел болу. Екінші міндетің ана болу. Үшінші міндетің келін болу. И осылардың барлығын балансе, отбасы ішіне айтып жатырмын, сыртқы өмірге байланысты емес, баланс ұстап тұрған кезде біздің жалпы отбасы институтымыз күшейеді деп ойлаймын. Өте жақсы келін болып, жақсы әйел бола алмасам болмайды. Өте жақсы әйелі болып, жақсы ана болсам болмайды. Өте жақсы ана, әйел болып, келін бола алмасам тоже болмайды. Және бұл жерде біз мынаны түсінуіміз керек. Келін болуда да, ана болуда да, әйел болуда да қарсы тараптың, яғни ана тараптың кімге қызмет етіп жатсың, кіммен байланыс құру. Олардың разылығы емес мәселе. Олардың көңілінен шығу емес мәселе. Мәселе өзің тарапынан бәрін дұрыс істеу. Өзіне қанағаттану. Өзіне қанағаттану. Бізде ата-енені разы қылуға тырысады. Күйеуді разы қылуға тырысады. Баланы разы қылуға тырысады. Одан кейін әбден жүгіріп, жаны шығып, быт-шыт болғаннан кейін құрсыншыны келінді, құрсыншыны әйелді, құрсыншыны отбасы дейді. Олай емес. Мысалға мен келін ретінде, мысалы, үлкен кісі келді, үлкен кісі любой адамға бірдей қараймыз. По идее, менде мынандай кейстер болды, мысалы, нелер келеді, айтады, қыз-келіншектер айтады, мысалы, енемен проблемам бар, бөле-бөле, не дейді? Маған былай сөйлейді, сол үшін мен ашуланамын, жынданамын, әр нәрсемен араласа береді дейді.
окей деймін да, мынау дайте сіз маманы туралы сөйлесейік деймін. Мама тура соны істейді. Айтамын да, сізге өзіңізге біртүрлі емес па? Тура осы әрекеттер маманы жасаған кезде ешқандай реакция жоқ, бірақ енені жасаған кезде реакция көрсетіп жатсыз. Отбасы ішіне болады ондай нәрселер, замечание да айтылады, ескерту да айтылады, ұнамайды. Сіз ана бәріне ұнауға міндетті емессіз. Кейде туған балаларын туған аналарға ұнамайды. Туған атана туған баласына ұнамайды. Ана жерде сен келінсің, сырттан келген адамсың, бұл сені ата-енен бұндай бір түсініспеушілік, бұл отбасылық өмірдің белгілі бір бөлігі ретінде қарау керек та. Поэтому біреуді разы қылу емес, мысалы мен келдім, ата қош келдіңіз, тұрдым, сыйладым, әкем болса тура соны істейтін едім. Шай ішесіз ба, тамақ жейсіз ба? Я ішті, жеді. Все, болды, бітті, мен міндетім бітті. Одан кейін шайды дұрыс құймадың, тамақ суып қалған еді, тамақ ішіп жатқан кезде күліп отырмадың, анекдот айтпадың, әңгіме айтатын болса, стоп дейсің да мысалы. Иә. Ол мен міндетім мына жерде бітті. Ары қарай уже сенің жауапкершілігің. Қабылдайсың, қабылдамайсың, ұнатасың, ұнатпайсың, өзің білесің керек та. Біз ана бәрін разы қылуға тырысамыз деп, сөйтіп ана перегорание отбасылық өмірде пайда болады. Және ең басты міндет жоғалады. Иә. Әйел болу. Ең басты міндеті әрбір әйелдің әйел болу, әрбір жігіттің күйеу болу. И бұл иерархияны андай, сен мысалы, итак бір-біріне тікелей байланысты нәрсе. Сен күйеумен жақсы қарым-қатынаста болсаң, саған келін болу ешқашан напряг болмайды. Күйеумен жақсы қарым-қатынаста болсаң, саған ана болу ешқашан қиын болмайды. Мына жақта проблема туындағандықтан, сен келін болуды напряженно қарайсың. Неге? Күйеуіне ашуланып жүрсің, үшеу оның әкесіне қызмет етесің. Күйеуіне ашуланып жүрсің, үшеу оның балдарына қызмет етесің. Конечно, бұл әйел үшін ауыр нәрсе, қиын нәрсе. Сондықтан олардың барлығы бір-бірімен в комплексе қарастыру керек деп ойлаймын. Мысалы, әйел үй шаруасына кіріп кетіп, тек балаларға қарап кетсе, күйеуі әйелінен алшақтай бастайды деген ойда бар. Мысалы, тек осы быт дейді ғой, быттың ішіне кіріп кетіп, маған үй жинау керек, маған балаға қарау керек, маған осы шаруаларын тындыру керек деп, осы әйел мен ер адамның арасында бір алшақтық пайда болады. Осы проблеманы қалай шешуге болады? Бағанағы нәрселер істемеу керек. Үйдің шаруасын бірінші орынға қоймау керек. Біз мысалы қыз бен жігіт танысады, жүреді, бірін ұнатады, одан кейін үйленейік дейді. Үйленеді, примерно бір 6 ай, 1 жыл әлі бір-бірін танумен өтеді. Үйленгеннен кейін жігітін туралы білген нәрсенің барлығын нольға түсіріп тастау керек. Өйткені ол жігіт ретінде оның рөлі басқа, күйеу ретінде ол басқа адам вообще. Қыз ретінде оның рөлі, ұстанымы, поведениесі басқа, әйел ретінде оның ұстанымы, рөлі, поведениесі мүлдем басқа болады. Сонда алғашқы уақыттарда бір-бірімізді танимыз, бақылаймыз, қараймыз, не ұнатады, нені қалайды, қандай қарым-қатынасты қарайды деген сияқты. И соған сәйкес бір-бірімізге постоянно етуіміз керек. Кейбір ер азаматтар бар, шын мәнінде андай үйде бір тазалық, жинақылық, бір комфорт болмаса, өзін ыңғайсыз сезінеді. Сол үшін значит оған комфортсыздық ету керек. Кейбір ер азаматтар бар, комфорттың бәрін құрсыншы, бәрін қойшы кеш, үйге шай ішейікші дейді. Просто қасында отыршы дейді. Просто кино көрейікші дейді. Просто жата тұрайықшы дейді мысалға. Оған тактильность керек, контакт керек, общение керек, отношение керек. Значит, сондай подход жасау керек. Оған үй шашылып жатыр, қирап жатыр, балдар аш, тоқ, қатты бір шаруасы жоқ. 100% тек қана күйеуге қара, үйге қарама деген де дұрыс емес. Үйге қара, күйеуге қараға деген дұрыс емес. Адамды тану керек. Таныған сайын адамның ыңғайына қарай қарым-қатынасты реттесеңіз, онда бағанағыдай проблемалар болмайды. Сонда қыз бен жігіт болып жүрген кезде ең басынан бастап соны сол туралы сөйлесу керек дейсіз, иә? Сол туралы сөйлесе алмайсыз. Сөйлесу керек, конечно. Просто қыз жігіт болып жүргендегі өмір мен күйеу әйел арасындағы өмір мүлдем басқаша. Тура солай қалады деп күтпеу керек. Иә, ол қалады деп күтпеу керек. Білген нәрсесін ұмыта салып, қайттан бір жанынан танысып жатқан сияқты, енді мына жігітті күйеу ретінде танıyық. Мысалға, андай болады ғой, қалай айтсам, бізде бір адамда бірнеше әлеуметтік рөлдеріміз бар. Кейбір рөлдерді біз өте жақсы ойнауымыз мүмкін, кейбір рөлдерді өте әлсіз ойнауымыз мүмкін. Мысалға, сіздің бір әріптесіңіз бар, өте күшті специалист, өте күшті бухгалтер. Есеп, қисап, айлық бәрі уақытында, заңдардың бәрін күшті келмеді. Соны тек қана бухгалтер ретінде танып қалғансыз. Сөйтіп ол бір күн алады да сізді қонаққа шақырады. Қазір бізде ораза да, ауызға қонаққа келіңдер дейді да. Таң қаласың, оқ дейсің да. Үйге барған кезде, домохозяйка ретінде қандай екен дейсіз. Өйткені көрмегенсіз ғой. Білмегенсіз, қалай тамақ істейді, қалай үй жинайды, үйде өзін қалай ұстайды, күйеуімен қалай сөйлеседі. Әйел ретінде көрмегенсіз, тек қана специалист ретінде көргенсіз. И мына жағына қырына таныған кезде сіз үшін бір вау деп бір жаңалық ашылады.
тура сол сияқты жігіт ретінде араласасың, одан кейін күйеу болған кезде мүлдем басқа адам болады, басқа қарым қатынас болады. Жаңадан тануға тырысасың, жаңадан бір-біріне подстраиваться етуге тырысасың, сөйтіп барып дұрыс қарым қатынас болады. Бір-біріне қарама қайшы жандардың бір-біріне тартылады деген ұғым бар. Бар. Ол қаншалықты рас? Көп жағдайларда солай болады. Көп жағдайда солай болады. Өйткені, ең бірінші қарама қайшылық еркектің әйелді таңдауы. Неге еркек еркек таңдамайды? Неге әйелі әйел таңдамайды? Ол уже қарама қайшылық сол жерден уже басталады. Уже бір қарама қайшылық. Неге? Өйткені плюс пен минус біз-бірін тартады. Бізге біз сияқты емес адамдар қызық. Ең бірінші қарым қатынас это интерес қой, по идее. Оппа дейсің, назар аударып қалсын, әңгімесі, қылығы, әрекеті, сөзі. Жақынырақ танисың, мынау что-то басқаша. Мен бұрын мынандай нәрсе естімегем, бұрын нәрсе көрмегем. Но басқалардан, мен үшін басқалардан чем-то отличается. Хотя среднестатистический қарапайым бір қыз болуы мүмкін. Вот. Поэтому қарама қайшылықтар, адамдар тартады, адамдар қызықтырады. Екі адам бір-біріне қарама қайшы болумен қатар өте жақында болуы мүмкін. Сондай парадокс та бар. Танымайтын, білмейтін адаммен араласқан сайын, сөйлескен сайын өмір бойы танитын сияқты ең жақын адам болып кетеді. Бұл жерде адамдар не үшін олай болып жатыр? Демек біздің базалық құндылықтарымыз бірдей. Құндылықтар бірдей болатын болса, мен өскен орта, алған тәрбием, өмірге деген көзқарасым кішкене басқаша болуы мүмкін. Менікі де басқаша болуы мүмкін. Мен басқаша қарайтындар маған қызық келуі мүмкін. Осылай қарайсың ба? Осылай ойлайсың ба? Былай істедің ба? Сіздің үйде былай болды ма? Бізде вообще былай болған жоқ деген сияқты, наоборот, қарама қайшылықтар адамдарды тартады. Ал енді біздің соңғы сұрағымызды біз емес, Ержан Мырзабаев өзі таңдайды. Сондай бар ма? Басын айтпадыңыз ба? Бір карточканың өзіңіз таңдайсыз, енді сұрақ қандай болады? Так, отбасылық өмірде тап болатын мәселелердің санын азайту үшін ең алдында жар таңдау барысында қандай нәрселерге мән беруіміз керек? Жар таңдаған кезде жарды ақылмен таңдау керек. Міндетті түрде отбасылық өмірге байланысты бірнеше кітап, курс, тренинг, семинардан өту керек. Бұл сізге отбасылық өмір не екенін, қалай таңдау керектігін, кімді таңдау керектігі бойынша жақсы бір түсінік қалыптастырады. Екіншісі, егер белгілі бір травмаларыңыз, комплекстеріңіз бар болатын болса, үйленбестен бұрын, жар таңдамастан бұрын психологпен жұмыс істеп, сол травмаларды проработать ету керек. Проработка жасалмаған кезде сіз өзіңізге күйеу жар емес, травмаларыңызға ем болатын біреуді іздейсіз. Травмаларыңыздың әсерімен, комплекстеріңіздің әсерімен қате таңдау жасап қоюыңыз мүмкін. Сол үшін проработканы жасау керек. Және де жар таңдаудан қиналмау керек, қорықпау керек. Бұл енді қаншалықты үлкен жауапкершілік десек те, әрдайым қателесу мүмкіндігі бар. Сол үшін бұл өмірдегі ең маңызды, ең шешуші, ең такой бір решающий таңдау емес, одан қорықпау керек. УБТ-ны стрессімен адамдар қате жасап қояды ғой, сол сияқты жар таңдау стрессімен де қате жасап қоймаңыздар. Ал енді біз подкасттың соңына келдік. Сіздермен бірге болған Банана Медиа және Ержан Мырза. Келесі көріскенше сау саламатты болыңыз.